1986 жылдың күз айы еді. Шәмші ағамыздың Теріскей еліне келгеніне бір жыл өтпей жатып, қалықтаған түрлі әндерімен елдің қуанышына айналған Шәмші ағамыз қасиетті Созақ жеріне іс сапармен қайта оралды. Ассалаумағалейкум. Досеке, амансыз ба? Шәке, қалдарыңыз қалай? Теріскей еліне қош келдіңіз, Шәке. Қош көрдік. Келдің, жайғасыңыз. Мынау алтын шыққан жерді белдеңіз демекші. Елдеріңізге осымен үшінші рет келіп отырмыз. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, Шәке. Елмен бірге жүріп жатырмыз. Айтқандай, Шәке, Сабырхан ағамыз қайда? Сабырхан ағаң сәл сырқаттанып емханаға түсіп қалғаны болмаса, ничего жігіт қояқ жазылып кетеді. Өзің білесің ғой, анау ақындар деген кішкене ерке келеді. Келіншегіне еркелеп жатқан шығар сол үйінде. Ал, Досеке, елімізге ән шығармадың деп ренжіп жүр едің. Міне, Сабырхан ағаң екеуміз бір жақсы дүние жасап алып келдік. Көрші өзің. Анау сөзі ғой. Иә. Нотасымен жазып алып келіпсіз. Ақ шіркін, Шәке. Шолақ қорған, келіншек тау, мың жылқа, ақ бикеш. Ақ шіркін, Шәке, мына бір әннің ішіне бүткіл Теріскейдің тарихын кіргізіп жіберіпсіздер ғой. Бұл Сабырхан ағаңның еңбегі ғой. Былтыр Теріскейге келгенімізде өзің аралатқан жоқсың ба? Иә, Шәке. Ал, Шәке, ұзақ жолдан шаршап келген боларсыз. Үйге жүріңіз, келініңіздің шайын ішіп, аз-маз дем алып, содан соң қалған тірлігімізге кірсейік. Жоқ, Досеке. Теріскей үшін алып келген сыйымды қазір үйретпесем, көңілімнің құлазып тұрғаны. Сондықтан сізден бір өтініш. Жақсы өнерпаз екі әншімен бір баянист болса. Жарайды ендеше, Шәке, келініңіздің шайы ешқайда қашпас. Онда мен мәдениетіміздің басшысы Жақсыбаев Тұрлыбек дейтін азаматпен хабарласайын. Түреге саламатсыз. Мынау елге Шәкең келіп. Иә. Шәмші қалдаяқ. Сол сіз бір баянистіңізбен екі әншіңізді алып маған келсеңіз. Иә, елімізге керемет ән шығарып, тарту еткелі тұр. Келіңіз. Жақсы. Ал, Шәке. Өзіңіздің керемет әндеріңіз бар екенін білеміз. Сіздің әндеріңіз қазақтың даласы менен қаласына, өзен көлдеріне, суларына арналып жазылғанын да жақсы білеміз. Айтпағым, Шәке, бізді енді мақтан алатын боламыз. Себебі Теріскей деген әліміз бар. Рахмет сіздерге, Шәке. Жоқ, Досеке. Досеке, рұқсат берген. Ал, кіріңіз, Төреге. Шақырттыңыз ба? Иә, келіңіз. Ассалаумағалейкум, Шәке. Уағалейкум ассалам. Шәке, мәдениетіміздің басшысы Тұрлыбек деген азамат танисыз ба? Былтыр Теріскей еліне келгенде 2 күн бойы қасымызда серік болып жүрген жігіттердің бірі емес пе? Иә. Қалайсыз, Шәке? Жақсы жеттіңіз ба? Жақсы, рахмет. Өздеріңде бала-шаға қалай? Шүкір, жақсы алыңыз. Шәке, мынау сізден бір өтініш болып тұр. Бірінші қабатта бір жиналысым бар еді. Соған қатысып кетсем. Қалай қарайсыздар? Әрине, бара беріңіз. Төреге, сіздер дайындықты осы жерде жасай беріңіздер. Жаңағы әншілеріңіз дайын болса шақырыңыз. Жиналыстан соң соғармын онда, Шәке. Келістім онда. Досеке, түсіндім. Ал, әншілер. Кіріңіздер ішке. Келіңіздер. Шәке, біз ән үйренуге дайынбыз енді. Амансыздар. Ал, айналайындар. Менің сендерге қазір үйретейін деп жатқан әнім Теріскей деп аталады. Сөзін жазған белгілі ақын Сабырхан Асанов. Әні берсе өзімдікі болмақ. Осы әнім бүкіл Теріскейді дәріптейтін өшпес әнге айналса деп сенемін. Мінекей, көріп шығыңыздар.
байқауымша әнді үйреніп қалған секілдісіздер. Иә, Досеке, өте керемет ән екен. Досеке, осы мына ән менің даусыма арнап жазылғандай екен. Осы әнді өзім орындасам қалай болады? Оның үстінен Шәкең де қарсы емес сияқты. Ал Досеке, мына әншілеріңіз өте талантты екен. Ай, бұндай өнерпаздарды Алматыдан табу қиын ғой. Оның үстіне мына Тұрлыбектің айтып тұрғанда өте орынды. Осы әнім Тұрлыбектің даусына ыңғайланып жазылған сияқты. Ендеше Тұрлыбек айтсын әнді. Төреке, ендеше құтты болсын. Рахмет, Досеке. Теріскей әннің алғашқы тұсауын өзіңізде әнші кесер болса, онда келістік. Иә. Ал құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет, Шәке. Жақсан сияқты әншілер, ә? Иә. Міне 1986 жылдың күз айында Созақ аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Шерімқұлов Досыбай Айтбайұлының өтінішімен мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырған Шәмші ағамыздың теріскей әні тарихта осылай қалған еді.